2014 жылы алғашқы қоңырау соғылып, бір топ бала арман қуып мектеп табалдырығын аттады. Сол күннен бастап біз үшін ұмытылмас естеліктердің парағы ашылды. Кішкентай сөмке асынып, қолына қалам ұстаған сол бүлдіршіндердің бірі мен Бақытжан Айша едім. Ол кезде бәріміздің көзімізде қорқыныш та, қуаныш та, ал жүректе үлкен үміт пен бейтаныс әлемге деген қызығушылық болатын. Сыныптастармен танысып, ұстаздармен алғаш рет жүздесіп, бірге өскен, бірге күлген, бірге білім алған сәттер осылай басталды. Уақыт зулап өтті, күндер айға, айлар жылға айналды. Бір кезде партаға әрең жететін кішкентай балалар енді өз ойын ашық айтып, үлкен өмірге қадам басқалы отыр. Әр қоңырау үні бір естелік, әр ұстаз сөзі бір бағдаршам болды біз үшін. Ал мен үшін сыныбым мен мектебім екінші үйіме айналды. Бүгін мен өзімді ғана емес, сол кішкентай арман қуған қызды мақтанышпен шығарып салып тұрмын. Себебі біз енді түлектерміз. Балалықты артқа тастап, жаңа белестерге қадам басатын сәт келді. Достарын қимаған, қуанған сәттерде достарын жинаған. Істесе басыңа, досыңнан жасырма, адал дос қалады, қол беріп қасыңда. Сырғып өмір өзің орнында тұрмайды, жастық шақ өтеді, бір күн қол бұлғайды. Сыйластық қалады достар әлемінде, достық пен ынтымақ болсын бар елімде. Сырғып өмір өзің орнында тұрмайды, жастық шақ өтеді, бір күн қол бұлғайды. Сыйластық қалады достар әлемінде, достық пен ынтымақ болсын бар елімде. Достықтың нышаны сіз бізден басталды, ыстық дос құшағы сезілер ашқаны. Досың барда қайғы, қардай ерген, әнді достық жайлы шырқа менімен. Сырғып өмір өзің орнында тұрмайды, жастық шақ өтеді, бір күн қол бұлғайды. Сыйластық қалады достар әлемінде, достық пен ынтымақ болсын бар елімде. Сәлем Айша, сенің бүгінгі мектеп бітірумен шын жүректен құттықтаймын. Сен жаңа өмірге қадам басқалы тұрсың. Сенің алдыңда ашық көкжиек, үлкен-үлкен армандар тұр. Өзіңе сен, қорықпа, жүрегіңді тыңда, және кішкентай жетістіктерің болса да соларды бағалап біл. Барлық жақсылықты тілеймін, ең бастысы денің сау болсын, алдыңдағы болашағың жарық болсын. Ізгі тілекпен, Аяжан.